Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қазақ тілін жеңіл әрі тиімді тәсілдер арқылы меңгергіңіз келе ме? Ендеше біздің арнамызға қосылыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы денсаулық туралы болмақ. Ендеше сабағымызды тыңдалым әрекетінен бастаймыз. Бейнероликті мұқият тамашалаңыздар. Мен кеше өзімді жақсы сезінбедім. Басым ауырды. Сол үшін ауруханаға бардым. Дәрігер мені тексеріп, мазалайтын ештеңе жоқ деді. Бірақ дәрі-дәрмек қабылдауымды ұсынды. Мен дәріханаға барып қажетті дәрілерді алдым. Дәріханада дәрумен де сатып алдым. Қазір өзімді жақсырақ сезінудемін. Дәрігер мен сияқты науқастарға әрдайым көмектеседі. Жаңа сөздерді меңгеру үшін мәтінде кездесетін сөздерді орыс тіліне аударамыз. Менімен бірге қайталаңыздар. Аурухана, больница, дәрігер, доктор, бас ауруы, головная боль, дәрі-дәрмек, лекарство, дәріхана, аптека, науқас, больной, дәрумен, витамин. Олай болса, сөздерді толықтай меңгеру үшін бірінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада асты сызылған сөздерді қазақ тіліне аударамыз. Соңғы тапсырмада тірек сөздерді пайдалана отырып сөйлемдерді толықтырыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тақырыпты тыңдау, қайталау, оқу әрекеттері арқылы меңгере білдіңіздер деп ойлаймын. Тапсырмаларды мұқият орындаңыздар, және де бүгінгі сабақта меңгерген сөздерді бірнеше рет қайталауға тырысыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.